Қазақстан Республикасы бас прокурорының кубогы Қызылжар жерінде сарапқа салынбақ. 2 күнге шақталған чемпионатта сайдың тасында іріктелген ойыншылар өзара мықтын анықтамақ. Толығырақ Лаура Талипованың бейнематериалында. Елімізде бірегей айтулы мерекелер таяп келет. Турнир Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне, тәуелсіздік күніне және прокурорлардың төл мерекесіне орай өткізілуде. Аталмыш чемпионатқа Қарағанды, Қостанай, Ақмола, Солтүстік Қазақстан облысының құрамалары қатысуда. Қазақстан Республикасының бас прокурорының тапсырмасы бойынша бүгін Петропавл қаласында мини-футбол мен волейболдан чемпионаттар өтіп жатыр. Осы спорттық шараның жеңімпаздары келесіде Астана қаласында өтетін ақтық шайқасқа қатысатын болады. Турнирдің мақсаты прокуратура қызметкерлері арасында салауатты өмір салтын насихаттау, аймақтар арасында достық қарым-қатынасты және іскерлік байланысты нығайту. Жарыстар волейболдан және шағын футболдан өтпек. Бүгін қатысушылар шағын футболдан бақтарын сынады. Футбол алаңына алғашқы болып Солтүстік Қазақстан және Қостанай облыстарының құрамалары шықты. Кездесу тартысты өтті. Алайда тыңғылықты дайындалған команда ғана жеңіске жетеді. Соңғы 1-2 ай бойы осы спорт ойындарына дайындалдық. Алдыңғы жылы спорттық ойындарда Қостанай облысы 2-ші орындарды алды. Жеңіске жеткен командалар мен жүлдегерлер кубокпен, құрмет грамоталарымен марапатталады. Айта кеткен жөн, жеңімпаз команда Астанада өтетін республикалық турнирге жолдама алады дейді ұйымдастырушылар. Лаура Талипова, Орал Абренов, ақпарат.